Қаһарман елдің қарулы күштері тұғырлы тәуелсіздігіміздің, еңселі егемен еліміздің қорғаны. Елдің ісі ердің мойнында демекші, ер жүрек, қайсар рухты, жалын жүректі сарбаздарымыз халқымыздың тыныштығын күн-түн демей қырағы көзбен күзетіп келеді. Қай кезде болмасын мемлекеттің экономикасының, түрлі салалардың дамуы, ынтымағы мен берекесі жарасқан ел болу үшін алдымен оның қарулы күштері, жасампаз әскері мықты болуы шарт. Сондықтан да шекарасын бекемдеп, ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қадағалау әр мемлекеттің басты ұстанымы. Қазақ ұланы бар елдің ұраны бір дейді. Ұлан демекші, ер жеткен әр азаматтың борышы әскери борышын өтеу. Тарихтың барша кезеңдерінде біздің отандастарымыз өмірін әскери қызметке арнап, қолдарына қару алып, елімізді қорғауға дайын тұрған. Себебі елін сүю, отанын қорғау қашаннан да ер жігіттің парызы. Елімізде кейінгі жылдары әскери қызметтің шынайы жағдайы түбегейлі түрде өзгерді. Осыған байланысты әскери кадрлар қызметіне, әскерге шақыруға көңіл бөлуді күшейту қажеттілігі үдеп отыр. Жылына орта есеппен көктемгі және күзгі шақырылымда республика бойынша 15 мыңға жуық жас буын әскерге аттанады. Әскер қатарына шақыру науқаны барысында әскерге ниеттілердің басым бөлігі ауыл жастары. Пайыздық есеппен айтар болсақ, шамамен 60-70% құрайды. Мерзімді әскери қызметке қабылдау жылына 2 рет жүргізіледі, көктем және күз айларында. Әскери борышты өтеу мерзімі 12 ай. Отан отбасынан басталады, немесе тәрбие басы тал бесік дейді қазақ. Әр бала бойына жастайынан отан сүйгіштік, батылдық, қайсарлық, патриотизм қасиеттерін сіңіріп, кеудесін намыс кернеген, ел десе ерленген сардарлар мен сарбаздар қатары артары сөзсіз. Лисаков орталық кітапханасы 7 мамыр отан қорғаушылар күніне арналған сарбаз сапына барар жолда атты ақпараттық сағатын ұсынады. 7 мамыр әр отбасынан бастап мемлекет бойынша ер адамға айрықша құрмет көрсетіліп, олардың батылдығы мен ерлігі айтылатын күн. Сондай-ақ бұл күні 2-ші дүниежүзілік соғыс ардагерлері мен тылда еңбек еткен қарттарымызға құрмет көрсетіледі. 7 мамыр Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылған күні. Бұл күнді қазақстандықтар отан қорғаушы күні ретінде атап өтеді. 1992 жылғы 7 мамырда Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Дәл осы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақ ССР Мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Одан кейін Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. 1992 жылдың 7 мамырында Қазақстан Республикасының президенті болған Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы жарлығы шықты. Бұл жарлық бойынша республика аумағындағы КСРО қарулы күштерінің құрамындағы мекемелер, бөлімдер, құрамалар Қазақстан Республикасының құзыретіне берілді. Жоғары бас қолбасшы ретінде қарулы күштерді басқаруды президент өз мойнына алды. Президенттен басқа қорғаныс ісімен тікелей шұғылданатын алғашқы қорғаныс министрі қызметіне генерал-полковник Сағадат Нұрмағамбетов тағайындалды. 7 мамырда Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрылғандықтан, бұл күн 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп жарияланды. 7 мамыр Қазақстанда мерекелік демалыс күні болып саналады. Мереке қарсаңында жоғары бас қолбасшы Қасым-Жомарт Тоқаев кезекті әскери шендерді беру туралы жарлыққа қол қойып, ерекше көзге түскен әскери қызметкерлерді марапаттайды. Күнді құшқан қас қыран, аясында қалқыған, аспан түсті туым бар, көк теңіздей шалқыған. Ұлттық рух бұл асыл қасиет. Ежелден ер тілегі, ел тілегі.
отан қорғау әр азаматтың Құрметті парызы. отан қорғаушылар, ел қорғаны ер азаматтар. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Халқымызда ер елінің қорған деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сай, сый құрмет көрсете отырып, олардан өнеге алып өсетін жас ұрпақ отанына адал қызмет етеді деп сенеміз. Еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз.